Сәлеметсіздер ме? Осы үшінен бастап мұғалімдерге келіп жатқан сұрақтардың көпшілігі Каймолдиновадан келіп жатыр. Кітапты қойып қойдым. Дайындалатын болсаңыздар, осы кітаппен қоса. Сұрақтар. 635 әдісіне қатысатын сарапшылар саны 6. 635 әдісінің ерекшелігі 6 сарапшы 5 минут ішінде 3 жаңа идея ұсыну қажет. 635 әдісінің ұзақтығы 30 минут. Қоршаған орта және дамыту жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының конференциясы өткен жыл 1992 жыл 5 маусым. Мониторинг термині ғылымға енгізілді 1972 жылы. Стокгольм конференциясы. Рио плюс 20 конференциясы өткізілген мерзім 2012 жыл 20-22 маусым. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша интернет желісін пайдаланушылар саны 2021 жылы 81%, халықтың цифрлық сауаттылығы 81,5%-ға жету керек. Экологиялық із тұжырымдамасы қай жылы енгізілді? 1990 жыл. 1992 жылы 5 маусымда қоршаған орта және оны дамыту жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының конференциясы өткен қала Рио-де-Жанейро. 1992 жыл Рио-де-Жанейродағы конференциясында қабылданған құжат 21 ғасырға арналған күн тәртібі деп аталады. 2019 жыл Қазақстанның жиынтық ішкі өнімі 68 миллиард 956,4 миллион теңге. Адам әрекетінен өзгеріске ұшырау дәрежесін бағалау нәтижесінде тіршілікке қолайсыз экожүйелердің кешенді бірігуі. Жауап: геокологиялық аудандастыру. Адамдардың экологиялық айналасын сипаттау негізінде пайда болған ғылым геокология. Адамның өмірі сүру ұзақтығы ұзақ елдер. Бірінші орында тұрған Монако 89 жас, Жапония мен Сингапур 85 жас. Одан кейін елдер Андорра, Израиль, Мальта, Швейцария. Келесі сұрақ. Адам даму индексін есептеу барысында қолданатын үш көрсеткіш: елдегі көрсетілетін өмір жасының индексі, ел халқының сауаттылық деңгейі, табыс индексі. Келесі сұрақ. Адам даму индексі, яғни АДИ, Африка елдерінде төмен болу себебі неде? Жауап: ересек тұрғындардың сауатсыздығы. Азияның мешеу елдері: Непал, Ауғанстан, Бутан. Азық-түлік өнімдерін экспортқа шығаратын елдер: ақш, Канада, Австрия, Финляндия, Венгрия. Азық-түлік дағдарысы басталған елдер: Непал, Гаити, Сальвадор. Келесі сұрақ. Азық-түлік жетіспейтін, бірақ оны сырттан сатып алу мүмкіндігі бар ел: Жапония. Келесі сұрақ. Азық-түлік жетіспейтін, бірақ өзін-өзі қамтамасыз ету үшін су және жер ресурстарын қарқынды игеріп жатқан елдер: Египет, Пәкістан, Индонезия, Филиппин. Келесі сұрақ. Азық-түлік өндірісі жергілікті сұранысты әрең қамтамасыз ететін елдер: Қытай, Үндістан, Оңтүстік Америка елдері. Келесі сұрақ. Аудандарды анықтау ретін ұсынған ғалым Холлина. Келесі сұрақ. Аудандастырудың негізгі принциптері: үздіксіздігі, біртектілігі және мақсаттылығы. Аумақтың пайдалану деңгейіне қарай гаж бөлінеді: ғаламдық, ұлттық, региондық, жергілікті, муниципалдық. Келесі. Әлемдік экономикалық жүйелерді кеңістіктік модельге орналастыруда Валерстайн басшылыққа алған ғылым саласы: геосаясат. Келесі. Әлеуметтік экономикалық география зерттейді: адамзат қоғамы мен қоғамдық өндірістің орналасуы. Келесі сұрақ. Брендинг элементтері. Жауабы: атауы, логотипі, дизайны, ұран, өнім туралы ақпарат, логотиптің пішіні. Келесі сұрақ. Білім беру қызметінің экспорт елдері. Білім беруді экспорттайтын елдер ғой: ақш, Ұлыбритания, Германия, Франция, Австралия. Вольский жүктемесі бойынша тарихи мәдени аймақтар: Батыс Европа, орталық шығыс Европа дейді. Гаж қызметіндегі жүретін үдерістің жүйелі реттілігі: байқау, өлшеу, сипаттау, түсіндіру, болжау, шешу. Гаж саласындағы ең сұранысқа ие болған бағдарлама: Microsoft Excel. Гаждың мәліметтерінің типтері: кеңістіктік және сипаттамалық. Гаждың негізгі қызметі: жинақтау, өңдеу, талдау, шешім шығару. Геоақпараттық жүйелерді дамытудың ұтымды жолы: интернет жүйесінің дамуы. Географияда бұрыннан бері карталар құрастыруда қолданатын модельдеу: таңбалық модельдеу. Географиялық аудандастырудың құрылымдық сызбасын жасаған ресейлік ғалым Чистобаев. Географиялық аудандастырудың басты мақсаты. Жауап: өзіндік белгілер жиынтығы бар аумақтық жүйелерді анықтап, кеңістіктегі шекараларын белгілеу, сипаттау. Келесі. Географиялық нысандардың нақты орнын көрсету үшін қолданатын. Жауап: нүкте. Географиялық сараптаманың фундаментальды теориясын қалағандар. Жауабы: Баранский, Саушкин. Келесі сұрақ. Геосаясат терминінің авторы: швед ғалымы Рудольф Челлен. Геосаяси қауіпсіздіктің мақсаты: мемлекеттің геосаяси мүдделерін қорғау.
Геоэкономиканың зерттеу салалары Никлеев бойынша географиялық жағдайлар, бәсекеге қабілеттілік, экономикалық қуаттылық, саясат пен экономика. Геоэкономиканың түсініктер жүйесі нысандық, кеңістіктік, көрсеткіштік, үдерістік. Ғаламдық деңгейде экономикалық дамудың заңдылықтарын және мемлекеттердің халықаралық деңгейдегі экономикалық стратегиялар мен тактикаларын зерттейтін ғылым саласы геоэкономика. Дельфи әдісі қай жылы енгізілді? 1964 жылы Рэнд компаниясымен. Дельфи әдісінің ерекшелігі көп деңгейлілігі, жасырындылығы, сырттай жүргізуге болатындығы, салыстырмалы түрде әділдігі дейді. Дүниежүзі бойынша екінші орын алатын нафта ұйымындағы елдің астанасы Оттава. Дүниежүзі бойынша құрлықтық шекаралары жоқ елдің саны 36. Дүниежүзі бойынша теңізбен шектеспейтін елдердің саны 44. Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық модельдері 2 бөлікті модель, 3 бөлікті модель, көп бөлікті модель және жаңа 3 бөлікті модель деп бөлінеді. Дүниежүзін саяси географиялық тұрғыда аудандастырудың алғашқы үлгісін жасаған британдық ғалым Хелфорд Джон Маккиндер. Жер шарындағы ауданы бойынша орташа мемлекеттердің саны 28. Жер шарындағы ауданы бойынша ұсақ мемлекеттердің саны 66. Жер шарындағы ауданы бойынша шағын мемлекеттердің саны 43. Жер шарындағы ауданы бойынша ірі мемлекеттердің саны 49. Вальерстайнның кеңістіктік моделі бойынша Қазақстанның орны жартылай периферия. Вальерстайнның кеңістіктік моделі бойынша қазіргі дүниенің ғаламдық орталықтары ақш, Еуропалық одақ, Жапония. Вальерстайнның кеңістік моделі бойынша периферия аймақтары. Жауап: Азия, Латын Америкасы, Африка мұхит аралдарының артта қалған елдері. Италиядағы сапалы киім-кешек шығаратын фирма Бенеттон. Риттердің еңбектері табиғат пен адам тарихына қатысты жертану, жалпы салыстырмалы география, салыстырмалы жертану туралы идеялар. К. Тролл 1939 жылы ғылымға енгізген термин геокология. Қазақстандағы қазақтар саны 11 миллион. Картаға түсірілген нысандар мен құбылыстарды іріктеу және олардың ортақ белгілеріне қарап топтау әдісі картографиялық сұрыптау. Картаны экран бетіне шығарудың екі тәсілі растрлық және векторлық. Картография мен географияның теориясы негізінде қалыптасып жатқан ғылым геоинформатика. Кибернетиканың негізгі қағидаларын тұжырымдаған америкалық ғалым Норберт Виннер. Осы кибернетиканы ең бірінші ұғымға енгізген ол Ампер. Одан кейін барып осы Норберт Виннер қағиданы тұжырымдап ғылымға енгізген, әрі дамытқан. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасының Рио +20 конференциясында таныстырған бағдарламасы жаһандық энергия экологиялық стратегиясы және жасыл көпір. Келесі сұрақ. Нысандарды өлшеу және сызу үшін қолданатын құрал курвиметр. Келесі сұрақ. Нысандарды сандық деректері бойынша топтастыру үшін қолданатын әдіс ранктер жіктеу әдісі. Келесі сұрақ. План және сызба бетінде ирек иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құрал курвиметр. Салыстыру әдісін өз зерттеулерінде қолданған ғалымдар Ломоносов, Арсеньев, Семенов, Пржевальский, Воейков, Докучаев. Сандық карталардың жіктелуі мақсатына қарай мәлімет берілуі және ақпаратты өңдеу тәсілі бойынша жіктейді. Сараптама әдістерінде жиі қолданатын әдістер миға шабуыл және Дельфи әдісі. Сарапшы ақпарат негізінде жағдайға нысанның даму тенденцияларына баға беретін әдіс түрі талдамалық әдіс. Келесі. Сарапшы нысанның немесе үдерістің болашақта қалай дамитыны жайлы болжам ұсынатын әдіс түрі сценарийлік әдіске жатады. Сарапшыға проблемаға қатысты сұрақтар беріліп, біреуден жауап алатын әдіс ол интервью әдісі. 11 сыныпта бар осы сұрақтар. Осы тақырып. Сарапшылар бірін-бірі танымайтын, бір-бірімен кездеспейтін, ұзаққа созылған проблемаларды қарастыратын әдіс түрі Дельфи әдісі. Табиғатты қорғау мақсатында 1971 жылы құрылған тәуелсіз халықаралық қоғамдық ұйым Greenpeace. Табиғатты қорғау туралы алғашқы заң Англияда шықты дейді. Келесі. Табиғатты пайдалану жолдарын жіктеген атақты орыс экологы Н.Ф. Раймерс. Келесі сұрақ. Табиғатты пайдалану мазмұнына қарай бөлінеді: тиімді және тиімсіз. Табиғатты пайдалану түрлері: салалық, ресурстық, аумақтық. Табиғатты пайдаланудың тарихи кезеңдері: индустрияға дейін кезең, индустриялық кезең, постиндустриялық кезең. Бұл сұрақ кейде ауысып келуі мүмкін, шаруашылықтың даму кезеңдері деп те келуі мүмкін. Өйткені кітапта сондай тақырып бар: шаруашылықтың даму кезеңдері, индустрияға дейінгі, индустриялық кезең, постиндустриялық кезең деп бөлеміз. Табиғатты тиімді пайдалану құрылымы: зерттеу, қорғау, игеру, түрлендіру.
Келесі сұрақ: типологиялық сипаттамалардың белгілері, аумақтың табиғи режимі. Келесі сұрақ: топтық эксперименттік бағалау әдісінде қолданатын әдіс түрлері: ой қозғау әдісі, Дельфи әдісі және 635 әдісі. Келесі сұрақ: ұжымдық идеяларды жинақтау, қарама-қарсы идеяларды ұсыну, пікір алмасу арқылы шешімге келу топтық әдісінің түрі: ой қозғау әдісі, яғни миға шабуыл. Келесі сұрақ: үш бөлікті модель жіктеледі: дамыған елдер, өтпелі экономика елдері, дамушы елдер. 20 ғасырда адамзат тарихын жекелеген өркениеттерге жіктеп, олардың қалыптасуына табиғат және әлеуметтік факторлар ықпал ететінін талдаған ағылшын ғалымы Тойнби. 20 ғасырда 60 жылдарынан бастап бүгінгі күнге дейін республика аумағында шөлейттену үдерісі қанша пайызға өсті? 10-12%. 20 ғасырдың екінші жартысында әлемнің көп полюстілігі туралы тұжырым жасап, әлемнің анағұрлым күрделі геосаяси үлгісін жасаған америкалық геосаясатшы С. Коэн. 19 ғасырда мәдени зоналар мен өмір сүру кеңістік ұғымдарын енгізген ғалым Ф. Ратцель. Келесі сұрақ: эксперттік топтардың түрлерін төртке жіктеген В. Л. Бабурин. Ал әріптестер, келген сұрақтар бойынша 10 мен 11 сұрақтарынан оқып шықтым. Мені қолдап тіркеліп отырыңыздар, лайк басыңыздар. Алла зейінімізді ашсын. Осы дайындалған сұрақтарымыз алдымыздан шықса екен деп тілеймін. Барлықтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.